Әр адамның ешкімге ұқсамайтын тағдыры, сара жолы бар. Өзінің бұл өмірде өтетін өзіне лайықты сабақтары бар. Мына мен өзімнің өмірімді саралап өтсем, соның ішінде соңғы 5 жылды енді құдіретті күш бар дейміз, сол құдіретті күшке сену керек дейміз. Сену бөлек бір сезім, сол құдіретті күштің бар екенін білу, ол мүлде басқаша сезім. Сол соңғы 5 жылымды саралап өтсем, сол құдіретті күштің бар екенін білдім деуге болады. Енді мына дінде жүргенде біз Құдай бар дейміз. Ең бастысы ол иман дейміз. Иман деген сенім. Ана өмірге барғанда сенің бағанағы үлкенді кішілі жасаған күнәларыңа байланысты, жақсы бір іс-әрекеттеріңе байланысты не тозаққа барасың, не жанатқа барасың дейді. Ол діннің концепциясы. Яғни бір шектеулі бір квадраттың ішінде жүресің. Ал сен өзіңді саралап, өзіңді түсіне бастағанда, өзіңнің рухыңды тани бастағанда, сен сол квадраттың ішінен шығасың. Сен бір шексіздікке айналасың. Сол уақытта сол шексіздік саған бұл өмірді басқа қырынан танытады. Әр адамның бұл өмірдегі сынақтары, сабақтары түбінде сол адамды өзін танытуға жасалып жатқан бір әрекеттер. Енді мына тым күрделі сөздермен, мысалдармен айтып жатырған шығармын. Қысқаша, мен осы мысалы видеоларымды салып жүрмін. Мен біреуге бір ақыл айтайын деп, немесе психолог бір гуру болайын деп емес. Басты ниетім бұл өмірде бәрі мүмкін екенін жеткізуге тырысу. Мен мысалы сол үлкен қарыздармен жүргенде күн сайын әртүрлі телефон қоңыраулар келеді маған, қарызым қайда, кездесейік деген сияқты. Әртүрлі сообщениелер келеді. Сондағы түсінгенім, біз қаншалықты өзімізді танымаймыз, қаншалықты осы иллюзиямен жүреміз, соншалықты біз өзімізден алыстаймыз. Соншалықты осы басқа бір адамдардың іс-әрекеттері, сөздері бізді, қалай айтсам болады, бізді іліп алып кетеді. Соншалықты біздің өзіміздің бағана қиялымызбен, ойымызбен сол иллюзияға кіріп кетеміз. Ал біз дәл қазіргі сәтке өзімізді алып келгенде, өзімізді тани бастағанда, әртүрлі діни, қазақылық, немесе басқа бір догмалардан шыға бастағанда, өзімізді бір шексіз ұлы құдіретті күштің бір бөлігі ретінде біле бастағанда, осы иллюзиялар еріп кете бастайды. Сол адамдар бізге ондай көп әсерін бере алмайды. Себебі сол бір әр адам, ол да бір Құдайдың бөлшегі. Түбіне жеткенде бұл адамдардың барлығы сен өзіңсің. Соны түсіне бастағанда, бүкіл проблема деп жүрген нәрселерің еріп кетеді. Сол сіздің өміріңіздегі адамдар, олар сіздің өзіңіз. Яғни қазір осы бір вибрацияда жүрсеңіз, осы вибрацияға сәйкес адамдарды өзіңізге тартасыз, және сол адамдардан не нәрсе ұнайды, бұл сіздің өзіңіздің ішіңіздегі нәрсеңіз. Не нәрсе ұнамайды, бұл сіздің өзіңіздің ішіңіздегі нәрсеңіз.
бұл адамдар сізге тек айна ретінде ғана келеді. Сіз келесі бір вибрацияға өткенде басқа бір адамдар, басқа бір сабақтар, басқа бір оқиғалар келеді. Түсінесіз бе? Сол мысалы осыншама бір адамдардың арасында жүргіңіз келсе, сол адамдардың ішінде жүргенде сіз қандай сезімде болар едіңіз, сол сезімді қазір сіз медитацияда отырып, жалпы немесе осы табиғатқа қарап отырып, жалпы дәл қазіргі сәтте ойлана отырып өзіңізді сол сәтке әкелсеңіз, қазіргі сәтке әкелсеңіз, және сол адамдардың арасында сіз дос болып жүргенде қандай сезімде болар едіңіз, сол сезімді сезініп көрсеңіз, сол вибрацияға өтесіз сіз. Көп кешікпей сіздің айналаңыз өзгере бастайды. Себебі бұл кеңістік, бұл айна. Сіздің ішіңізден шығады өмір. Өмір сырттан ішке қарай болмайды, өмір іштен сыртқа қарай шығады. Айнала деп қазақ бекер айтпаған, бұл айна. Мына отырған бөлмеңіз, осы мен бір әдемі қонақ үйде тұрамын қазір. Менің кезінде арманым болып еді, бір қиялдарымның бірі қонақ үйде тұру. Мен қазір күн сайын қонақ үйде тұрамын. Менің жұмысымда осы қонақ үй, және осы қонақ үй бөлмесінде мен тұрамын. Мен өзімнің ішкі жан дүниемді өзгерту арқылы келді бұл нәрсе маған. Түсінесіз бе? Осындай бір атмосферада тұру мен үшін, осындай атмосферада тұрғанда мен қандай сезімге ие болар едім деп кезінде мен соны сезіп көрдім. Сол көп кешікпей келді менің өміріме. Сол сияқты. Сіз қазір қарызда жүрсеңіз, менің әлі қарыздарым бар, біткен жоқ әлі. Бірақ сол менің өмірімде қарыз мүлдем жоқ болған кезде мен қандай сезімде болар едім деген нәрсені мен күнделікті өзімнің бір қазіргі сәтіме алып келемін. Бұл керемет сезім. Бұрын мен мысалы үлкен қарыздарым болғанда, мен күнде бір қорқыныш сезімде жүргенде, маған күнде адамдар телефон соғатын еді, күнде адамдар сообщение жазатын еді. Әртүрлі енді жанға жағымсыз әңгімелер айтылды. Ішімді мен өзгерте бастағанда, менің айналамды өзгерте бастады. Ондай телефондар азая бастады, қазір мүлдем жоқ. Себебі менің ішімде, менің ойымда ондай программа, ондай бағдарлама жоқ. Енді қазіргі менің өмірімде қалған қарыздар, олар да маған әлі бір сабақты үйретіп жатыр. Барынша сол сабақтардан, сол қарыздардан мен үйренуге тырысып жатырмын. Күресіп жатқан жоқпын мен. Түсінесіз бе? Себебі сіз күрессеңіз, ол тағы бір күреске алып келеді. Сіз сол махаббатқа беріліңіз. Себебі сол қарыздың өзі, сол проблеманың өзі, ол Құдайдың сізге деген махаббаты. Сол нәрселерден барынша түйін алуға тырысыңыз. Міне сонда ғана сіз келесі этапқа өтесіз. Ойынның келесі деңгейіне өтесіз. Ол деңгей қызығырақ болады, ол деңгей көңілдірек болады, әдемірек болады. Түсінесіз бе? Және осы менің видеоларымның ең басты мақсаты осы кішкентай болса да сіздерге бір түйінді шешуге себепші болу. Ең болмаса бір-екі адамның болса да өміріне үміт сыйлау, көмектесу барынша. Сондықтан ең бірінші ішкі жан дүниеңізді барынша өзгертіңіз. Әртүрлі YouTube'да медитациялар бар, өзіңізді дәл қазіргі сәтке алып келіңіз. Ойыңызды барынша фильтр жасаңыз. Ойыңызды фильтр жасау үшін, мысалы, так, мен қазір не ойладым деген нәрсені, не ойлап жатырмын, соны бір елестетіңіз. Енді келесі ойым қандай ой болады екен деген, мысалы, мақсат қойыңыз, сонда сіздің ойыңыз азая бастайды. Сіз келесі ойды бақылап тұрғанда, ол ой келмейді ғой. Сіздің қазіргі сәтіңізде сіз келесі ой қандай болады екен деп бақылап тұрсыз. Түсінесіз бе? Сонда сіз дәл осы сәтке келесіз. Жүрегіңізде өзіңізге деген махаббат ояна бастайды. Бұл өмірде барлық нәрсе дәл қазіргі сәтте болып жатыр. Өткен шақ болашақта емес. Сізде тек қана дәл қазіргі сәт бар. Соны есте сақтаңыз.